Әне имам келе жатыр. Ассаламуалейкум. Ассаламуалейкум. Сіз имамсыз ғой? Сіз қай мешітте имамсыз? Орталық мешітте. Бәрекелді. Имам, сіздің кешіріңіз, бірер минут уақытыңызды алайық. Мынау досым екеуміз, мен мынау ғаламтордан пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның тұрған үйі, жатқан төсегі, қолданған ыдысын көрсетсем, мен сенбеймін, мынандай пайғамбарымыз мынандай үйде тұру мүмкін емес деп менімен дауласып қоймайды. Сіз ақ-қарасын өзіңіз айтыңызшы. Әлбетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өте қарапайым өмір сүрді. Қарасаңыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам патша пайғамбар болады да, қаласа ол бай пайғамбар болады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы қарапайымдылықта өмір сүруді талдады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Абдулла ибн Масуд деген бір сахабасы болады. Сол кісі айтады: бір күні біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қасына келдік. Ол кісі шиден жасалған төсектің үстінде жатыр еді дейді. Мұбарак денелеріне пайғамбарымыздың жаңағы шидің іздері қалып қапты. Сол кезде біз: я Алланың пайғамбары, мынау Византия мен Шамның әкімдері құс төсекте жатқан кезде сіз мына шиден жасалынған төсектің үстінде жатырсыз дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: ей Абдулла ибн Масуд, бұл дүние бір ағаштың саясы сияқты дейді. Біз бір перуенбіз, бір күн түнейміз де ары қарай кетеміз дейді. Бір күні Жабраил Амин пайғамбарымызға келеді періште. Қасына Алла субхана тағала бір періштені қосып береді. Әлгі періште пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп айтады: Алла қаласаң, бүкіл жер бетіндегі алтын қазынаның кілтін саған берейін деп айтты. Қаласаң, Ямен менен Меккенің ортасында бір тау бар. Соның барлығын алтынға, күміске, жақұтқа айландырып берейін деді. Қаласаң, сен адамзат емес, сен періште пайғамбар бол деді. Сонда пайғамбарымыз: мен қарапайым құл пайғамбар болуды талдадым дейді. Сондығынан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардың бүкілі қарапайымдылықтың үстінде өмір сүрді. Бірақ пайғамбарымыз айтады: қияметке жақын келетін біз сияқты, сіз сияқты умматтарын айтады. Олар 5 нәрсені сүйіп, 5 нәрсені ұмытады дейді. Біріншісі, олар мына дүниені сүйіп, ақыретті ұмытады. Екіншісі, олар мал дүниені жақсы көріп, сол мал дүниеден есеп беретінін ұмытады. Үшіншісі, олар жақсы өмір сүруді жақсы көріп, өлімді ұмытады дейді. Төртіншісі, олар жаратылғанды сүйіп, жаратқанды ұмытады дейді. Бесіншісі, олар зәулім үйлерде тұрып, қабірді ұмытады дейді. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің өмірінде қарапайым өмір сүруді талдады. Бәрекелді досым, көрдің? Жақсы, рахмет. Мен сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Менің бір түсінбейтін нәрсем бар. Сонда мына біздер мұсылмандар өмір бақи жұпыны киімде, нашар бір кішкентай үйлерде, сонда біз сонда бір жақсы үйде, жақсы көлік мінуге, жақсы киім киюге, жақсы тамақ ішуге сонда біздің қақымыз жоқ па? Мен соны білгім келеді. Неге олай деп ойлайсыз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні айтады сахабаларына: екі адамға қызығыңдар, екі адамның амалына қызығып, солар сияқты болыңдар дейді. Оның біріншісі білім үйреніп, адамдарға ізгілікті үйреткен адамға қызығып, сол сияқты болып әрекет жасаңдар дейді. Екіншісі бай саудагер адам, өзінің алалдан тапқан кәсібіменен адамдарға жәрдем еткен, жол салған, халықтың игілігі үшін көпір салған мұң-мұқтаждарға жәрдем етуші сияқты болып, соған қызығыңдар дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сондығынан да пайғамбарымыз қияметтің күнінде адал кәсіппенен байлыққа жеткен саудагер адам пайғамбарлармен бірге жәннатта болады дейді. Және Алла тағала қиямет күні 7 адамды өзіне қонаққа шақырады екен. Соның бірі де алалынан кәсіп тауып адамдарға жәрдемдесуші адам екен. Сондықтан да бұл өмірді біз бұл дүниеде берекетті өмір сүру үшін, Алланың ризалығына жету үшін әлбетте ондай ізгіліктерге тырысамыз. Бәрекелді имам, сізге көп рахмет. Алла разы болсын сізге. Мынау біз пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам туралы әлі де тереңірек өмір жайлы білгіміз келеді. Сол үшін қайдан барып білім алсақ болады, ілім алсақ болады? Алхамдулилля, қазір қарасаңыз елімізде Алла тағала беріп қойды. Мешіттеріміздің бәрі ашық, қаншама имамдарымыз, ұстаздарымыз білімді бар. Олар осы халық үшін қызмет етеді. Кез келген уақытта мешітке келіңіздер. Егер уақыттарыңыз болса, қазір мен мешітке намазға кетіп баратқан уақытым еді. Мешітке баратқам. Егер уақыттарыңыз болса, жүрсеңіздер болады. Әлбетте сізбен бірге баруға рұқсат қой. Жүр, кеттік.